Hi everyone, бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен екінші деңгейді бастағалы отырмыз. Жалпы екінші деңгейде бірінші деңгейдегі өткен оқылған тақырыптар кейде қайталануы мүмкін. Сондықтан сондай тақырыптарды көрген кезде біз осы тақырыпты өтіп едік қой деген ой туындамасын, себебі біз бірінші деңгейде ол тақырыптардың тек қана бет жағын ғана өттік, ал оның ар жағында әлі өтілмеген, біз оқымаған ережелер, тақырыптың ішіндегі тақырыптар әлі де көп. Сондықтан біз бұл тақырыптарды кеңінен қарастыратын боламыз. Бұл тақырыптардың аты қайталанғанмен ішіндегі мағынасы, жаңа ережелері қайталанбайды, яғни жаңа ақпаратпен міндетті түрде толықтырып отырылады. Екінші деңгейді біз сіздермен сын есіммен бастайын деп отырмыз. Жалпы ағылшын тілінде сын есім adjectives деп аталады, яғни сын есім бұл зат есімнің түр сипатын, келбетін сипаттайтын сөйлемнің мүшесі. Қазақ тіліндегідей ағылшын тіліндегі сын есім үш түрлі шырайға бөлінеді: жай шырай, салыстырмалы шырай және күшейтпелі шырай. Бұл жерде жай шырай, яғни бұл сөздікте қалай беріледі, солай жазылады және ол өзгермейді. Қазақ тіліндегідей ағылшын тіліндегі жай шырайдағы сын есімдер тәуелденбейді, септелмейді және көптік жалғау жалғанбайды. Ал салыстырмалы шырайда, яғни бұл жерде екі заттың сынын бір-бірімен салыстыру, қазақ тіліндегідей. Мысалға, мына көйлек ана көйлекке қарағанда әдемірек, ұзынырақ, немесе көгірек деген сияқты қазақ тіліндегідей салыстыру ағылшын тілінде де кездеседі. Бірақ бірнеше айырмашылықтары бар. Ол қандай айырмашылықтар? Бүгін осы сабақта қарастыратын боламыз. Жалпы біз салыстырмалы шырайды ағылшын тілінде сөздің буынына қарай анықтаймыз, яғни сын есімнің ішінде қанша буын бар, соған қарай біз оның формасын өзгертеміз. Яғни бұл жерде кішкене күрделі болуы мүмкін, себебі қазақ тілінде біз буынға қарап сын есімді, яғни өзгертпейміз, ал ағылшын тілінде буынға қарап өзгертеміз. Бұл жерде буын дегеніміз не? Мектептің программасын есімізге түсіреміз. Буын бұл дауысты дыбысқа байланысты деп өттік, қазақ тіліндегі сабақтарда. Ал ағылшын тілінде дыбысқа, яғни әріпке байланысты емес. Яғни қанша дауысты дыбыс бар, сонша буын бар деген ұғым ағылшын тілінде жүрмейді, себебі ол олай емес. Кейбір әріптер оқылмай жатады. Сол себепті біз біріншіден ағылшын тіліндегі дауысты дыбыстарды есімізге қайта түсірейік. Ағылшын тілінде дауысты әріптер ол бізде A, E, I, U, O, кейде Y дыбысы, яғни бұл дыбыстар бізде дауысты әріпке жатады, бірақ сөздегі буынды біз олардың санына байланысты бөле алмаймыз. Мысалға, hot, big, small сөздерінде бір дауысты әріп, дыбыс, бір буын, бұл жерде ол заңдылық. Ал егер beautiful деген сөзді қарастырсақ, бұл жерде beautiful, бес дауысты дыбыс бар, бірақ бұл жерде бес буын бар деп айта алмаймыз, себебі қайта тыңдасаңыздар beautiful, басындағы үш дыбысты мен бірден бірақ дыбысқа айналдырып тұрмын. Beautiful, яғни бұл жерде бізде үш қана буын бар. Сондықтан ағылшын тілінде біз әріптің санына байланысты емес, дыбыс, бізге тек дауысты дыбыстың саны керек. Яғни біз жаңа ғана қайталап өттік, буынға байланысты бөлеміз. Ал енді буынға байланысты біз бір-екі буындық сөздерге бір бөлек, ал екі буыннан жоғарғы сөздерге басқа түрдегі формамен салыстырмалы шырайды өзгертеміз. Ол қалай? Мысалға, бір-екі буындық сөздерді алайық. Fast. Оған біз тек қана E, R жұрнағын жалғаймыз. Faster, яғни жылдамырақ болады. Немесе soft, softer, жұмсағырақ. Немесе high, биік, higher, яғни higher, биігірек деп біз тек қана E, R жұрнағын жалғау арқылы салыстырмалы шырайдың формасын жасап жатырмыз. Ал енді екі буынды сөздерде, қос буынды сөздерде, мысалға happy, happier болып өзгереді. Яғни бұл жерде E, R жұрнағын жалғаймыз, бірақ ER жұрнағын жалғаған кезде бізде үш түрлі жазу ережесі бар. Біріншісі, ол яғни тек қана ER қосамыз, жаңағыдай мысалға taller,
faster, softer. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ, тек қана сын есімге er жұрнағын жалғадық. Ал егер сөз әрпімен аяқталса, онда біз тағы да екі рет er деп жазамыз. Әрине бұл жерде біз бір ді түсіріп тастаймыз, яғни тек қана жұрнағы жалғанады. Мысалы, nicer, politer, whiter. Яғни бұл жерде бұл сөздер онсыз да әрпіне бітіп тұр, сондықтан біз екінші рет әрпін жалғамаймыз. Тек қана әрпін жалғау арқылы салыстырмалы шырайды жасаймыз. Бұл бірінші, яғни егер сөз әрпімен аяқталса. Екінші, егер сөз әрпімен аяқталса, мысалға, happy, easy деген сөздерде бізде сөз әрпіне аяқталып тұр. Бұл жерде біз әрпін бұрынғы сабақтарда өткендей әрпімен ауыстырамыз. Яғни happier, easier болып әрпі түсіп қалып, орнына келеді және оған жұрнағын жалғаймыз. Ал енді үшінші, егер бізде бір буынды немесе қос буынды сөз болса, ол бізде дауыссыз дыбыспен аяқталып тұрса, мысалға big, hot, fat сөздерінде дауыссыз дыбыспен аяқталып тұр. Бір буынды сөз және дауыссыз дыбыстың алдында дауысты дыбыс тұр. Fat, big, hot. Яғни бұл жердегі дауыссыз дыбыстың алдында дауысты дыбыс тұр. Сондықтан біз бұл сөздердегі дауыссыз дыбысты екі еселейміз. Яғни екі рет жазып жұрнағын жалғаймыз. Сондықтан бұл жерде hotter, bigger немесе fatter болып соңғы дауыссыз дыбыс екі рет жазылады. Себебі алдында дауыссыз дыбыс тұр және бұл бір буынды сөз. Яғни бұның жалпылай жазу ережесі осы үш ережеге бағынады. Сондықтан біріншісі егер сөз әрпіне аяқталса, екіншісі әрпіне аяқталса, үшіншісі дауыссыз дыбыстың алдында дауысты дыбыс тұрса және ол бір буынды сөз болса, біз оны басқаша қылып жазамыз. Енді біраз мысалдар қарастырайық. Ағылшын тілінде салыстырмалы шырайды жасау үшін бізде қазақ тілінде қарағанда, салыстырғанда деген сөзді қолданамыз, ал ағылшын тілінде бұл than сөзі көмекке келеді. Мысалы, Bill is taller than Jim. Bill Jimға қарағанда биігірек, яғни ұзынырақ бойы. Сондықтан бұл жерде than сөзі қарағанда деген мағынаны білдіріп тұр. Немесе This dress is whiter than mine. This dress is whiter than mine. Бұл көйлек менікіне қарағанда ағырақ, түсі ағырақ. Бұл жерде than менікіне қарағанда, яғни салыстырғанда деген мағынаны білдіріп тұр және бұл ешқашан өзгермейді. Than сөзін міндетті түрде қолданамыз. Енді екі буынды немесе одан да көп буындарға ағылшын тілінде салыстырмалы шырайды қалай жасаймыз? Бұл жерде біз тағы да жалғамаймыз. Бұл жерде бізде ағылшын тілінде more сөзі көмекке келеді. Мысалға, beautiful, interesting, dangerous сөздерінде буын екі немесе одан да көп болып тұр. Сондықтан біз бұл жерде beautifuler, interestinger деп жалғай алмаймыз. Бұл жерде біз more сөзімен қолданамыз. More beautiful, more dangerous, more interesting, яғни әдемірек, қызығырақ, қауіптірек де бұл сөздерді more сөзімен салыстырмалы түрде сын есімнің шырайын жасап тұрмыз. Яғни бұл жерде тағы да қайталап өтем, екі немесе одан да көп буындарға more сөзі қолданылады. Енді бұл жерде more сөзімен бірнеше мысалдарды қарастырайық. Мысалы, London is more beautiful than New York. Лондон Нью-Йоркқа қарағанда әдемірек. Немесе, riding a horse is more dangerous than riding a bike. Атта шабу велосипедті айдағаннан көрі қауіптірек. Бұл жерде more сөзі екі буыннан асып тұрған соң бұл сөздермен more сөзі қолданылады. Жалпы салыстырмалы шырайдың басты ережелері осы. Яғни бұл жерде сіздер than сөзін ұмытпау керексіздер. Бірдеңемен салыстырғанда біз міндетті түрде than сөзін қолданамыз және салыстырмалы шырайда бір немесе екі буынды сөздерге жұрнағын ол тағы да өзгереді. Әрпіне бітсе, әрпіне аяқталса сөз немесе дауыссыз дыбысқа бітсе, ал дауыссыз дыбыстың алдында дауысты дыбыс тұрса, ол екі рет жазылады.
Ал екі буынды немесе одан да көп сын есімдерде біз more сөзін қолданамыз деп өттік. Яғни қорытындыласақ, біздің салыстырмалы жайдың тақырыбы осылай болып тұр. Бұл сіздерде ешқандай қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда біз сіздермен күшейтпелі шырайды өтетін боламыз. Күшейтпелі шырайдың мәні осыған ұқсайды, бірақ кейбір сәттер кішкене өзгеше болады. Сондықтан келесі сабақта кездескенше бәріңізге goodbye.